Армысыздар, әріптестер. Мағжан Жұмабаев атамыз, алты алаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздікі деп бекер айтпаған. Бүгін мен сол ұлы даланың ұлағатты ұясында білім нәрімен сусындатқан қара шаңырақтың химия пәні мұғалімі Жұмамұратова Балжан Ақназарқызы болған. Ұлы данамыз Төле би бабамыздың есімін иемденген бұл алтын жай ғана ғимарат емес. Ол ел болашағының іргетасы қаланатын ғылым мен өнердің қара шаңырағы. Біздің мектеп бұл үлкен мұхит. Мұнда білімнің ағысы дауылды, ізденістің толқыны терең. Төле би атындағы орта мектебі заманауи білім мен ұлттық тәрбие тоғысқан, жаңашылдық пен жасанды интеллект дәуіріне батыл қадам басқан кеме сияқты. Ал оқушыларымыз сонау биікке шырқауды армандайтын жас қырандар. Әрбір балада ашылмаған үлкен потенциал мен сирек кездесетін элементтер бар. Менің міндетім химияның сырлы әлемі арқылы олардың бойындағы дарын шырағын жағу, экологиялық санасы жоғары, бәсекеге қабілетті тұлға етіп тәрбиелеу. Ғабит Мүсіреповтің мұғалім өзінің білімін арттырып отырғанда ғана мұғалім, оқуды тоқтатса, оның мұғалімдігі де жойылады деген сөзі менің педагогикалық өмірлік темірқазығым. Мен Жұмамұратова Балжан Ақназарқызы, химия пәнінің мұғалімі және сынып жетекшімін. Оқушыларым және өзімде көптеген жетістіктерге жеттім. Соны нақтылай айта кететін болсам, білім келешегі адал азамат кәсіби маманатты аудандық тамыз кеңесінде жаратылыстану пәндерінде құндылыққа бағытталған оқыту функционалдық және цифрлық сауаттылықты арттыру тиімді стратегиялары бойынша іс тәжірибемен бөлістім. 7-8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші кезеңін ұйымдастыру және өткізу туралы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының Жамбыл ауданы аймақтық ғылыми практикалық орталығының 621 хатына сәйкес Әділқазы алқасының мүшелігіне кірдім. Білім берудегі өзгерістер, жасанды интеллект және инновацияға бетбұрыс тақырыбындағы аудандық ғылыми практикалық конференцияда іс тәжірибемен бөлістім. Химияны оқытудағы инновациялар мен заманауи технологиялар тақырыбында курстан өттім. Жалпы орта білім беру саласында педагогтердің кәсіби құзыреттіліктері мен шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында ұйымдастырылған аудандық мұғалім ТЭКС атты TED алаңына қатысып, үздік нәтиже көрсетіп, бас жүлде алып облысқа жолдама алдым. Шебер мұғалім бағдарламасы аясында сырттай оқыту мектебі жобасында химия сабағында білім алушылардың жаратылыстану ғылыми сауаттылығын қалыптастыру тақырыбында облыстық іс тәжірибемен бөлістім. Оқушыларымның жекелей жетістіктеріне келетін болсақ, 7-8 сынып оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде Әбу Ақсезім бірінші орын дипломмен марапатталады. 2-7 сынып оқушылары арасында Зерде республикалық зерттеу жобалар конкурсында 3-ші дәрежелі дипломмен Талғат Медина. Экоюрист тақырыбындағы болашақ экологтар байқауында 2-ші дәрежелі дипломмен Анархан Ақназ. Мені қоршаған әлем ғажайып әлем бағыты бойынша аудандық проэко байқауының жеңімпазы 2-ші дәрежелі дипломмен Аралбай Балзия. Аудандық экосенс атты ғылыми жобалар байқауының жасыл экономика бағыты бойынша 1-ші дәрежелі дипломмен Әбу Мұса Назым және Рәпілбек Іңкар. Облыстық экосенс атты ғылыми жобалар байқауының жасыл экономика бағыты бойынша 3-ші дәрежелі дипломмен Рәпілбек Іңкар, Әбу Мұса Назым марапатталады. Аудандық экофьючер тақырыбындағы эко-дизайнерлер байқауының жеңімпазы 1-ші дәрежелі дипломмен Рәпілбек Іңкар, облыстық байқаудың жеңімпазы Рәпілбек Іңкар марапатталады. Сонымен қатар Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы білім беретін жалпы мектептерге арналған Ақбота зияткерлік олимпиадасының жүлдегерлері 7-8-9 сынып оқушыларының барлығы 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Осы 9 жылдық еңбек өтілімдегі ең үлкен мақтанышым, алғашқы түлектерім. Алғаш еңбек жолымды бастағанда қолым алған сыныбым бүгінде биік белестерді бағындырды. 3 алтын белгі иегері Әділхан қызы Елназ, Кәрімхан Диас Дарханұлы, Бекзат Шапағат Мақсұтқызы. 1 үздік аттестат иегері Рәпілбек Ақмаржан Бақытжанқызы. Сондай-ақ сыныбымның барлық оқушылары белсенді спорт шеберлері және де
аудандық, облыстық, республикалық олимпиада жүлдегерлері шықты. Шәкірттерімнің осындай биіктен көрінуі мен үшін ең үлкен марапат. Себебі шәкірті озық шыққан ұстаз ең бақытты ұстаз. Мағжан ақында педагог баланың жанын жазатын суретші дейді. Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, мектептің жаны мұғалім. Олай болса, мектебімнің мәртебесін өсіріп, оқушыларымның болашағына жол ашатын үздік педагог 2026 алаңында баршаңызға сәттілік тілеймін.